Нұрсұлтан Назарбаев 1962 жылы 25 тамызда Сара Қонақаеваға үйленді. Қонақаевамен болған некеде Назарбаевтың Дариға, Динара және Алия атты 3 қызы туылған. Назарбаев президенттігінің соңғы жылдары Сара Назарбаева көпшілік алдында өте аз шығып, ресми іс-шараларға қатыспаған және Назарбаевпен шетел сапарларында еріп бармаған. Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев қайын атасы мен енесі ажырасқаны туралы бұған дейін мәлімдеген, бірақ бұл ресми расталған жоқ. Сондай-ақ бейресми ақпарат көздерінен Назарбаевтың тағы 2 әйелі бар екені белгілі. Біріншісі Гүлнар Рақышева, Назарбаевтың арнайы эскадрильясының бұрынғы стюардессасы. Біраз уақыт Air Астана әуе компаниясының басшысы болды. Қазір 2 қызымен шетелде тұрады. Үшінші әйелі Әсел Құрманбаева, 1999 жылғы Қазақстан аруы. Назарбаевтың жеке бастамасымен 10 жыл бұрын құрылған Астана балеті мемлекеттік театрын басқарады. Құрманбаева Астана балетті құрған компанияның алғашқы негізін қалаушы болды. Кейіннен Назарбаев қоры театрының иесі болады. Ал одан кейін ол мемлекет меншігіне өтті. Әкесі Тілектес Есполов 20 жылдан астам Алматы аграрлық университетін басқарды. Ашық дерек көздерінің мәліметінше, Құрманбаева Назарбаевтан 2 ұл дүниеге әкелген. Олардың төлқұжатында есімдері Нұрсұлтанұлы деп жазылған. Жарияланған құжаттарға сүйене отырып, журналистер Құрманбаеваның британдық Виргин аралдарында тіркелген құпия компаниясы болғанын айтады. Компанияда белсенділік байқалмады, бірақ ол $30 миллион сатылды.